Мен Түркістан облысы Түркістан қаласының Саттар Ерубаев атындағы нөмірі 7 мектеп-интернатының 9-шы А сынып оқушысымын. Ғылыми жобамның тақырыбы сыңғырлаған қоңырау үні. Осы ғылыми жобаның мақсатына тоқталатын болсақ, мектеп қоңырау дыбысын қолайлы әуенмен немесе дыбысты алмастыруды зерттеу, оқушыларға ұлттық құндылықты дәріптеу, оқушыларды ізденімпаздылыққа, белсенділікке тәрбиелеу болып есептелінеді. Қоңыраудың шығу тарихы, оны көбісіміз біле бермейміз. Мектебіміз ол біздің ғасырымызға дейінгі 4-ші ғасырда Афияның жанындағы Платон академиясында пайда болған. Оның алғашқы үлгісі мектеп қоңырауы болмаған, ол уайытқыш қоңырау болып есептелінген. Оны су дизайны арқылы жасаған, ол клипсидр деп аталады. Ресейде осыған байланысты өте қызықты әдемі аңыз әңгіме бар. 3-ші Иван ол шіркеуден үлкен қоңырауды алып келуді бұйырады. Ол қоңырауды алып келе жатқан кезде ол жартасқа соғылып, қоңырау бөлшектерге бөлінеді. Одан кішкене қоңырауларды жасап шығарады. Электрлі қоңыраудың шығу тарихы ол 1831 жылы болған. Оны ағылшын физик ғалымы Джозеф Генри ашқан болатын. Ол таңғаларлық жайт емес, себебі ол өзінің мектебінде математика, физика пәнінен мұғалім болған. Қоңыраудың құрамындағы бөліктер қоңырау, орамасы бар катушка, соққы плитасы мен бекіту элементтері, жалға қысымдар қоңырау барандасынан тұрады. Қоңырау ол ішке дыбыс беруші мектеп қабырғасының төменгі қабатында орналасатын тетік. Мен сіздерге мектеп лабораториясындағы қоңыраудың моделін көрсететін боламын. Бұл модель 3 волттық айнымалы ток көзінен және де өзекші темір катушкадан және де өткізгіш сымдардан тұрады. Бұл кезде жалғанған сымдардан ток көзі өтіп, өзекшелі электр катушкадан өтеді. Ол жерде бізде электромагнитті өріс пайда болады. Металл тілшесі сол кезде тербеліске ұшырайды. Тербеліске ұшырағанда ол қоңырауға барып соғылады. Ол кезде қоңыраудың үні пайда болады. Музыкалық қоңырауды іске қосудың қажетті құралдары мен сызбасы. Бұл менің ғылыми жобамның басты бөлігі деп есептеймін. Оған қажетті заттар: компьютер, дыбыс күшейткіштер, программалық жабдықтар, қабырғалық төбелік дыбыс торайтқыштар, жалға қысымдар мен аксессуарлар қажет болады. Саттар Ерубаев атындағы нөмір 7 мектеп-интернатының қажетті құрал жабдықтары тізімі. Біздің мектепте асхана, мектеп, спортзал бар. Оларға қажетті заттар: қоңырау үзіліс кезінде қоңыраудың дыбысын күй ойнататын, ол бізге арнайы компьютер қажет болады. Одан 1 данасы, қабырғалық дыбыс торайтқыштардан 12 данасы, төбелік дыбыс торайтқыштардан 15-20 данасы, спортзал мен асханаға қойылатын қуат дыбыс торайтқыштары 3 данадан. Бұл өзіміздің жобамыз болып есептелінеді. Және осы ғылыми жобамды қорыта келе, цифрланған заманда технологияның жедел дамуының өз мүддемізге дұрыс қолдануда музыкалық қоңырау қиындық туғызады деп ойламаймын.